Баршаңызға сәлем, құрметтілерім. Сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында маш бұршағын өсірудің қарапайым әдісімен және салат рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге керек құмыра, маш бұршағы және су. Ең алдымен маш бұршағын қажетті мөлшерде алып, құмыраға саламын. Содан кейін жылы су құйып түнге қалдырамын. Таңертең бұршақтарды шайып, суды төгіп тастаймын. Екінші рет құмыраға суды құйып, оны тағы төгіп, құмыраның түбіне аздап су қалдырамын. Маш бұршағын құмыраға біркелкі таратып, оны көлденең қойып қойдым. 3 күн бойы, күніне 3 мезгіл, 8 сағат аралығы осы әдісті қайталаймын. Бұл әдісті раковинаның үстінде ағын су астында жасауға болады. Бірінші күні маш бұршағы өніп шыға бастайды. 3 күн ішінде осылай өскенін байқасаңыз болады. Осылай қарапайым әдіспен үй жағдайында маш бұршағын өсіруге болады. Және өнген маш бұршағынан салат дайындауға болады. Салат дайындау үшін алдымен су қайнату керек. Қайнаған суға бұршақты салып, шамамен 3 немесе 3,5 минут пісіремін. Бұршақты салып болғаннан кейін ыдыстың бетін жауып қоямын. Арасында араластыру керек. Маш бұршақтарын пісірген кезде тұз салмайсыз. Үш минуттан кейін көрсеңіз, маш бұршақтары аздап жұмсақ және қытырлақ болу керек. Дайын маш бұршақтарын дошылаққа салып, суытамын.
Маш суығанша келесі ингредиенттерді дайындаймын. Салат дайындау үшін керек ингредиенттер ол кинза, пияз, сарымсақ, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш, соевый соус және тұз. Пиязды турап, майға қуырып аламыз. Пияз қуырылып жатқанда кинзаны турап, қажетті ингредиенттерді қосамын. Барлық ингредиенттерді қосқаннан кейін суған пиязды да қосамыз. Және де ең соңында жарты шай қасық қант қоссаңыз болады. Барлық ингредиенттер қосылғаннан кейін әбден араластыру керек. Салат дайын болғаннан кейін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Мінекей осындай қарапайым әдіс қолданып, маш бұршағын өсіріп және ерекше әрі дәмді салат дайындауға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге видео және рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып тіркеліңіздер.